Сәлем достар, бүгін сіздермен помидор огурцыйды сокпен жабуды үйрететін боламын. Рецепті сақтап қойыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Керекті рецепттер, банка жабу бәрі мен каналымда бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Осы керекті заттардың бәрін банкімізге саламыз. Стерилизовать етілген банкіге бірінші чеснок саламыз. Сосын қара бұрышымыздан салып жібереміз. Укроп саламыз. Кинза саламыз. Укроп пен кинзадан саласыздар, өте дәмі әдемі болады. Огурцыларымыз кірт-кірт болып шығу үшін хрен жапырағынан саламыз. Сосын огурцыларымызды салып шығамыз. Осылай сала береміз. Сосын помидор саламыз. Банкімізге әдемілеп осылай салып шығамыз барлық заттарды. Болгарскийіміз саламыз. Өте дәмді болады болгарскийді. Лавровый лист саламыз. Әдемі дәм береді. Қалған жеріне тағы да помидор салып шығамыз. Сосын мен әшшеден салдым. Салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Үстінен қайнаған суды құйып қоямыз. Қайнаған суымызды бетіне жауып 1 сағат тұрады. 1 сағат қойып қоямыз. Мен сіздерге 2 банканы көрсеттім, бірақтан өзім көп жаудым. Осылай 1 сағатқа қойып қойдым барлық банкаларды. Міне 1 сағат уақыт өтті. Енді бетіне осындай пластмасса тесік крышкамызды жауып, суыны төгіп тастайтын боламыз. Бір ыдысымызға суыны төгіп тастаймыз. Суымыз уже жып-жылы болып қалған, қол күймейді. Тастаймыз. Міне төгіп болдық. Помидорымыздың согыны алып, сокты қайнатамыз. Сокты алуды барлықтарыңыз білсеңіздер керек. Мясорубкадан помидорды өткізіп, суыны қысып аласыздар. Соны газға қойып, тұз салып қайнатамыз. Қайнап шыққаннан кейін қалған зелендарды осыған салып 5 минут қайнатып жібереміз. Тұзыны бабында саламыз. Осылай қайнап шығады өзі. 2 минут қалғанда қара бұрыштан салып жібереміз. Тағы да.
Жаңа суын төгіп тастадық. Енді бір қасықтан шекер саламыз. Енді қайнап тұрған суымызды осы банкаға құямыз. Ыстықтай құйып тастаймыз. Құйып болдық. Енді үстіне чайный ложкада жарты чайный ложка уксус салып, уксустың дәмі білінбей кетеді, қорықпаңыздар. Банкамызды жауып тастаймыз. Әдемілеп бұрап жауып тастаймыз. Міне жауылып болды. Банкамыз дайын. Міне әдемі болып шықты. Енді бұны көрпешенің үстіне төңкеріп, бір түнге қалдырамыз. Үстіне жауып, жып-жылы болып тұрады. Бір түнге қалдырамыз. Қыздар, жасап көріңіздер, ас болсын.